Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен шұғыла. Бүгін сіздерге жет желпек пен бауырсақтың оңай рецептімен бөлісетін боламын. Тез дайындалады және де ашытқысыз, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен айранымызға ас содасын салып, қозғап шетке алып қоятын боламыз. Бөлек ыдысқа міндетті түрде електен өткізілген ұн салып, тұз салатын боламыз, қант және де бір жұмыртқа салып кішкене араластырамыз. Міне біздің айранымыз осылай көпіршіп, көлемін үлкейді. Енді осыны үстіне құятын боламыз. Ендігі кезек бізде 4 ас қасық сұйық майды қосып араластыратын боламыз. Қасықпен біраз араластырып болған екен, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды бір 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Үстелдің үстіне ұн сеуіп отырып, кішкене елеп, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен де 2 бөлікке бөлдім теңдей. Жарты бөлігіне жет желпек, жарты бөлігіне бауырсақ жасайтын боламын. Мінекей қолымыздың көмегімен осылай илеп алатын боламыз. Ұн сеуіп отырып, жеті бөлікке бөлеміз. Яғни жет желпек дайындау үшін. Пышақтың көмегімен 7 бөлікке бөліп жатырмын. Менде жарты бөлігіне жетпей қалды. Бауырсаққа деген қамырымнан кішкене алып алдым. Бөліктерге бөлгеннен кейін осылай қолымыздың көмегімен дөңгелекшелер жасап алатын боламыз. Дайын болған қамырларымызды бетін кеуіп кетпеу үшін бетін жауып қойып, енді кезекте оқтаудың көмегімен формалар жасаймыз. Яғни бауырсаққа, жет желпекке арнап дөңгелекшелер жасайтын боламыз. Мінекей бауырсаққа арналған азын-аулақ қамырыма осылай 4 бұрышты қылып кесіп алдым. Сіздер бауырсақ дөңгелек кессеңіздер де болады. Міне енді кезекте жет желпегімізді осылай қолымыздың көмегімен кішкене басып, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Дайын болған жет желпектерімізді осылай бетін сүлгінің көмегімен жауып, қызып тұрған майға пісіріп алатын боламыз, қызартып. Мінекей біздің жет желпек пен бауырсақтарымыз дайын болды. Оңай дайындалады, әрі тез. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.